Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Бұлбұлдың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Озалда бұлбұл көктегі періште болған екен. Адам ата пейіште жүргенде оған ғашық болып үнемі сыртынан тамсанып жүреді екен. Адам ата мен Хауана жерге қуылғанда ол да бірге кеткісі келіп Тәңірден дәт сұрапты. Құдай оны құсқа айналдырып жерге жібереді. Бұлбұлдың түрлі әуенге салып сайрауы періште кезінде үйренген зікірінен деседі. Енді бір аңызда Намырт патша Ыбырайымды отқа тастағанда бұлбұл келіп ән шырқаған екен. Сонда отын тасып жүрген әскер құстың даусына елітіп, жұмысын тоқтатып тастапты. Тіпті патшаға дейін тамжылмай ән тыңдаған екен. Кенет бір дюй құзғынға айналып бұлбұлды қуа жөнеліпті. Сол кезде ғана патша мен әскері есін жиған екен. Ыбырайымға болысқаны үшін бұлбұл да киелі құсқа айналыпты. Көзбен бағып бір гүлді көмейге сап мың жырды. Таң сәріде сайрайтын кім танымас бұлбұлды. Тамыл жұтар түн қатып, жұрт тәуенге жырғатып. Ғашық жан көп, ал оған гүл ашылса шын бақыт. Бұлбұл тыным таппайды, шырқамай таңы атпайды. Жан бітіріп әлемге жаратқанды мақтайды. Әрі қарай бұлбұл туралы қызықты мәліметтер. Ауыл тұрғыны да, қала тұрғыны да бұлбұл құсының әндерін асыға күтеді. Дауысы керемет болғанымен бұл құстар сыртқы сұлулығымен ерекшеленбейді. Оларды торғайлармен оңай шатастырып алуға болады. Ұзақ уақыт бойы бұл ерекше құстардың өмірі туралы ақпарат аз болатын. Өйткені олар адамдардың назарынан тыс аймақтарда тіршілік етуге тырысатын. Жасырын камералардың және басқа да құрылғылардың көмегімен бұлбұлдар жайлы көптеген мәліметтер анықталды. Қазіргі уақытта бұлбұлдың 14 түрі белгілі. Оның салмағы 25 грамм, ал денесінің ұзындығы 16-17 сантиметр. Өмір сүру ұзақтығы 8-10 жыл, кейбір түрлері 12 жылға дейін тіршілік етеді. Қысқы мерзімде жылы жаққа қоныс аударады. Әдетте бұл Шығыс Африка аумағы. Өз ұяларына тек мамырдың басында қайтып келеді. Бұлбұлдар ылғал жерлерді ұнатады. Олар көбінесе өзеннің маңында өсетін талдар мен бұталарда мекендейді. Кейбір жағдайда бұл құстарды батпақты жерлерде және саябақтарда кездестіруге болады. Оларды шөлді аймақтарда кездестіру мүмкін емес. Өз әндерін мамыр айында бастап жаздың аяғына дейін шырқайды. Әр ән 12 қайталанатын элементтерден тұрады. Әнді тек еркектері ғана айтады. Олар осы әрекетпен өз аумағын белгілейді және ұрғашылардың назарын аударады. Балапандары өскен соң өлең айтуын тоқтатады. Бұлбұл құсы табиғатта маңызды рөл атқарады. Ол бақшалардағы және саябақтардағы зиянкестердің таралуына жол бермейді. Олар құрттармен, қоңыздармен, шыбындармен, өрмекшілермен, құмырсқалармен және тағы басқа жердегі жәндіктермен қоректенеді. Күзгі мерзімде өз мәзіріне жидектерді қосады. Қазақта даусы әдемі әншіні бұлбұлға теңейді. Көмейіне бұлбұл ұялаған, бұлбұлдай сайрайды, бұлбұлдай тәтті үні бар деп әспеттейді екен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.